Достар, ипотеканы рәсімдес үшін сізге бірақ қана құжат керек болады. Ол сіздің жеке куәлігіңіз. Егер де сіз ресми түрде жұмыс жасап жүрген кісі болсаңыз. Егер де сіз зейнеткер адам болсаңыз, онда сізге жеке куәлігіңізбен қоса, тағы да зейнеткерлігі жөнінде кітапшаңызды талап етеді банк. Одан кейін соңынан сіздер 6 айлық пенсия жөнінде анықтама қағазды алу керексіз, және де қай банкке сіздердің пенсияларыңыз түсетіні туралы сол банктен сіздер выписка алу керексіз. Сол выпискада менеджердің қолымен және де мөрі тұру керек. Сол кезде пенсионердің, зейнеткердің құжаттары қабылданады ипотеканы рәсімдеу үшін. Үй алу үшін, болмаса ремонт жүргізу үшін осындай құжаттар керек болады зейнеткер кісіден. Ал егер де сіз сатушы кісі болсаңыз, онда сіздерден басқа құжаттарды банк талап етеді. Олар қандай құжаттар екенін мен сіздерге келесі видеоларда айтатын боламын.